Метеордың тапсырмасы 3 бөлім. 20 ғасырдағы қазақ мемлекетінің қайта жаңғыруы, ол сол кезде өте күрделі және шыны керек ұзақ процесс болды. Және де ол негізі бірнеше маңызды кезеңдерін қамтиды. Және де бұл процестің басталуы және ең алғаш кезеңі, маңызды кезеңі, бұл әрине алаш қозғалысының қызметпен байланысты, яғни алаш партиясының пайда болуы. Оның шарттау шегі 1917 жылы, яғни алаш автономияның жариялауына болды. Алаш автономиясы жалпы 1917 жылдан бастап 1920 жылға дейін өмір сүрді. Бастауын ол 1917 жылы ақпан төңкерісінен кейін, яғни Ресейде ұлттық қозғалыстардың жандануына жаңа мүмкіндіктер ашты және ұлттық мүдделерді қозғалуы қажеттілігін түсінген қазақ зиялылары сол кездегі саяси күреске белсене қатысып бастады. Және соның шешімі 1917 жылы Орынборда жалпы қазақ съезінде қазақ зиялылары алаш автономиясы жарияланды. Сол кездегі қазақ зиялылары, яғни Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов және тағы да басқалар сияқты, олар қазақ халқының көшбасшысы болды деп айтуға болады. Олар сол кезде қазақ халқының мүддесін қорғап, зайырлы және демократиялық мемлекетті орнатқысы келді. Алаш автономиясы Ресеймен, яғни федеративтік қатынастарды орнатуға тырысты. Ынтымақтастық қажеттілігін мойындай отырып, олар автономияны сақтап қалуды көздеді. Және алаш қайраткерлері жерді орналастыру, білім беру, мәдениет және дін мәселелерін шешу, яғни соның барлығын қамтитын бағдарлама әзірледі. Олар Қазақстанның болашағын ауыл шаруашылығы, білім беру дамытуды және дәстүрлерді сақтауға, яғни солай көрді бұның барлығын. Алайда кеңес үкіметі орнағаннан кейін алаш автономиясы 1920 жылы өзінің қызметін тоқтатты. Бірақ та оған қарамастан алаш қозғалысының идеялары қазақ халқының ұлттық сана сезімінің қалыптасуына айтарлықтай әсер етті. Және сол кезде бостандық пен тәуелсіздік үшін күрестің символына айналды деп айтсақ болады. Кейін ол қазақ АКСР мен және қазақ КСР, яғни 1920-1921 жылдары, яғни 1920 жылы қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы, яғни қазақ КСР құрылды. Ал 1936 жылы ол КСР құрамындағы КазКСР, яғни кеңестік социалистік республикасы болып өзгертілді. Кеңес кезеңі Қазақстан үшін қайшылықты уақыт болды. Себебі бір жағынан республика индустрияландыру және ұжымдастыруды бастан кешірді. Және де бұл айтарлықтай әлеуметтік экономикалық өзгерістерге әкелді және ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың құрылысына және инфоқұрылымның дамуына әкелді. Ал екінші жағынан бұл кезең саяси қуғын-сүргінмен және ұлттық өзін-өзі көрсетудің шектелуімен, ашаршылықпен және депортациямен сипатталды деп айтып кетсек болады. Бірақ оған қарамастан кеңес кезеңінде қазақ мәдениеті мен тілі дамыту бойынша қадамдар жасалды. Мектептер ашылды, жоғары оқу орындары ашылды, қазақ тілінде кітаптар мен газеттер шығарылды. Және де 1986 жылы Алматыдағы желтоқсан оқиғасы қазақ жастарының ұлттық мүдделерді қорғауға шыққан маңызды кезеңі болды деп айтып кетсек болады. Бұл оқиға КСР-ның ыдырауы мен Қазақстанның тәуелсіздікке қол жеткізуінің жаршысының біріне айналды деп айтуға болады. 1991 жылы кеңес одағы ыдырағаннан кейін Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Бұл көп жылдық қазақ мемлекетінің қайта жаңғыру процесінің өзінің логикалық қорытындысы болды. Және 20 ғасырдағы қазақ мемлекеттілігінің қайта жаңғыруы қазақ халқының өз құқықтары мен бостандықтары үшін күресінің нәтижесі деп айтып кетсек болады. Бұл процесс трагедиялық және жеңісті сәттермен ерекшеленеді. Және де ол қазіргі Қазақстанға әсер етуін
жалғастыруда әрине ұлттық бірегейлікті сақтаудың және тәуелсіздікке ұмтылудың маңызын еске алады. Және ксро-ның құлау туралы тағы айтып кетсек, ксро-ның құлауы жаңа Қазақстанның тәуелсіздік жариялауы қазақ халқының тарихындағы бетбұрыс кезең болды. Бұл оқиға қазақ халқының бұрыннан келе жатқан ұмтылысының жүзеге асуын белгіледі.